Құрметті отандастар, бүгін 2024 жылы тамыздың 1-ші күні біз қазір Алатау аудандық ішкі істер басқармасының алдында тұрмыз. Атажұрт партиясының, тіркелмеген Атажұрт партиясының жетекшісі Бекзат Мақсұтханұлын бүгін тұйықсыздан тұтқындап алып кеткендігінен хабардар болдық. Содан бір қанша белсенді болып осында келгенбіз. Ал енді мұндай масқараға тап болып отырмыз. Қонаев облысының сотының үкімі бойынша Бекзат Мақсұтханұлын 10 тәулікке қамаймыз деген шешім шығарған. Қазір бір полиция қызметкері кеп бізге түсіндірді, енді Медеу аудандық ропқа барасыңдар деп отыр. Міне біздің қазіргі белсенділердің жағдайы осындай. Біз бірінші алаңдайтынымыз азаматтардың өмірінің қауіпсіздігі. Бізді алаңдататын осы мәселе. Сондықтан отандастардың осы мәселеге баса назар аударуын талап етемін.